Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте оңай және тез жасалатын кешкі астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Картопты майда жұқа қылып тураймыз. Үстіне қызанақ, қызыл бұрыш, жасыл бұрышты саламыз. Қызыл бұрыш пен жасыл бұрыш менде қатырылған. Пияз және сарымсақ саламыз. Кішкене мөлшерде су құямыз, тұз саламыз, томат басысын саламыз. Паприка, қара бұрыш салып, кішкене сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Фаршты салып, тағы да кішкене араластырамыз, бірақ фаршты қатты жайып жібермеу керек. Пергамент қағазын сулап аламыз да, үстін жауып, алдын ала 220 градуста қызып тұрған пеште 45-50 минуттай пісіреміз. Бұл тағам оңай жасалады және өте пайдалы. Мен күрішпен ұсынатын боламын. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.